Сәлем достар, шілде айының алғашқы 2 апталық жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Биыл еріктілер жылы Атырауда 2 шілде күні Көмек Атырау қоғамдық бірлестігі індетпен күресіп жатқан 650 медицина қызметкерлерін түскі аспен қамтамасыз етті. Елімізде 5 шілдеден бастап карантин режимі енгізілді. Атыраулықтарға 20:00-ден кейін үйлерінен шығуға уақытша тыйым салынды. 6 шілде күні Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 80 жасқа толды. 6 шілде күні Атырауда оқушылар және жастар сарайы ашылды. Шеврон компаниясымен демеушілігімен салынған бұл сарайда шығармашылық қызметтің, соның ішінде спорт саласында футбол, суда жүзу, жеңіл атлетика және күрес түрлерінен үйірмелер болса, өнер саласы бойынша ән айту, би, сурет салу үйірмелері бар. 8 шілде күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев телевизиялық үндеу жариялады. Мемлекет басшысы коронавирус індетінен қаза тапқан жандардың жақын туыстарына көңіл айтып, 13 шілдені ұлттық аза тұту күні деп жариялады. 14 шілде күні өңірімізде Жасыл ел жастар еңбек жасағының 16 маусымы басталды. Елімізде орын алған пандемиялық жағдайға байланысты Жасыл ел сарбаздарына медициналық бетперде мен қолғаптар таратылды. 15 шілде күні Алматыдан Атырауға жалпы құны 220 миллион теңгені құрайтын 470 дәрі-дәрмектің 2000-нан астам қораптары жеткізілді. Алынған дәрі-дәрмектердің ішінде антибиотиктер мен қызу түсіруге арналған дәрілер бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев карантин режимі тағы да 2 аптаға созылатынын, сондай-ақ мұқтаж жандарға 42.500 теңге төленетінін айтты. 15 шілде күні Атырау облысына Қытайдан гуманитарлық көмек келді. Қытай тарапы Атырауға 47.990 медициналық тауар жеткізді. Атырау қалалық мәслихат депутаттарының қолдауымен Атырау қалалық жастар ресурс орталығының ұйымдастыруымен 17 отбасы қажетті дәрі-дәрмек және азық-түлікпен қамтамасыз етілді. 16 шілде күні Астраханнан Атырауға дәрігерлер мен гуманитарлық жүк жеткізілді. Өңірге барлығы 5 медицина қызметкері келді. Облыс әкімі осындай қиын қыстау кезеңде көмек берген үшін дәрігерлерге алғысын білдірді. Бүгін, яғни 17 шілде күні Қазақстанда коронавирус індетіне шалдыққандардың жалпы саны 66.895-ге жетті.